Панразвидияда, например, мынандай су тартылған жерде мына көлдің астындағы балық қалып қалмау үшін, қалған балыққа кислород жіберу үшін осындай жұмыс атқарылады. Бұны аэрационный жұмыстар дейді. Қазір соленый көлі дейді. 1 метр бетінде мұз бар, астында 50 сантиметр су бар. Научный основание бойынша осы жерге біз аэрация жұмысын істетіп жатырмыз. Рыбаки Зайсаннан 15 адам келді, 4 автокөлік келді, 2 элдобур келді. Өзінде ішінде жүр, міне осының бәрін будущий балықшыларға балықтың қоры молырақ болу үшін осындай жұмыс жылда атқарылады. Бізде қазіргі көлде, Зайсан көлінде ең көп мына көктеркі балық. Табан дейді, леш балығы көп. Қазіргі көктем уақытында шортан балығы, алабұқа балығы. Енді ол бәрі енді көп енді. Бірақ та өзі балықтың бір немесі болады. Бір жылы бір балық көбейеді, бір жылы бір балық көбейеді. Қазір біз міне балық өсіруімен қатты айналысып жатырмыз. Сазан балығы көбейіп бар.